жүкті әйелдерге берілетін $350 қалай алуға болатынын, сонымен қатар дәрігерлер жүкті әйелге баласының жынысын айтпайды ма, ол рас па, сол ақпарат туралы айтып кететін боламын. Сонымен қатар жалпы жүктіліктің қалай өтетіні жайлы. Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Ақниет. Мен 2018 жылдан бастап Оңтүстік Кореяда өмір сүріп келемін. Және осы 2020 жылы менің осы елде жүктілігім өтіп, баламды Құдайға шүкір босанып алдым. Енді осы жүктілікке байланысты Кореяда қандай айырмашылықтар бар, сол туралы көптеген сұрақтар түсіп жатыр, және көбісіне қызық екен, қалай бұл жақта дәрігерлердің жүкті әйелдерге қатынасы және басқа адамдардың қатынасы, сонымен қатар дәрігерлер қалай қарайды, сол ұнайды ма, ұнамайды ма, соған байланысты бүгін ақпараттық видео болайын деп тұр. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Әркімнің ойы әртүрлі болғандықтан, бұл Оңтүстік Кореяда босанған әйелдердің ойларын тыңдап көретін болсақ, кейбіреулеріне ұнап жатады, кейбіреулеріне дәрігерлердің қатынасы ұнамайды. Сондықтан мен тек өз басымнан қалай өтті, сол туралы айтатын боламын. Ешкімге топырақ шашпаймын. Бірінші айтып кететін жайт ол клиниканы таңдау. Маған ең ыңғайлысы ол үйге жақын таңдау болды. Сондықтан үйдің жанындағы Медижейл Йосонпен болған, яғни Медижейл әйелдер клиникасы деп аталады. Қазақшаға аударатын болсақ, ол жерде тек жүкті әйелдер және әйелдің денсаулығы, гинекология және педиатрия ғана бар. Ол жерде 9 этаждық осындай здание, яғни ол жерде басқа бөлімдер жоқ. Тек қана әйелдер және кішкене балалар бар, педиатрияға баратын адамдар барады. Сонымен қатар клиникаға бірінші барған кезде, ол деген яғни жүктіліктің 12-ші аптасында тіркеу жасайды. Негізі одан да ерте бара беруге болады, бірақ ол кезде тіркеуге тұрмайсыз, тек қана УЗИ-ға түсіп, және врачтан кеңестер сұрай аласыз. Сонымен қатар тіркеуге тұрған кезде сізге блокнот беріледі. Қазір видеода көрсетіп кетемін, қандай екенін. Сонымен қатар екінші нәрсе ол дәрігерді таңдау. Дәрігерді таңдаған кезде бірден сіз сол дәрігерде жүктілігіңізді қараласыз және сол дәрігерде босанасыз. Бірақ менің жағдайымда бұл клиниканың заңы бойынша сіз босануға келген кезде сол уақытта егер дәрігердің жұмыс уақыты болса сол қабылдайды, ал егер ол болмай қалса басқа дәрігер қабылдайды. Жүктіліктің 12-ші аптасынан бастап тіркеуге қойылады. Одан ерте баратын болсаңыз, тек қана УЗИ-ға түсіп дәрігерден кеңес ала аласыз. Ал бұлай 12-ші аптадан бастап әр 4 апта сайын, яғни әр 1 ай сайын барып тұрасыз. Клиникаға барғаннан кейін медбике сіздің салмағыңызды, қан қысымыңызды өлшеп, сол керек анализдер тапсырасыз. Анализ үшін ешқандай нәрсе алып барудың қажеті жоқ, барлығы клиникада дайын тұрады. Сонымен қатар сізді осы уақытқа дейін ештеріңіз ауырған жоқ па, және сұрақтарыңыз бар ма болса, соларды сұрап, барлығын медбике компьютерге толтырып қояды. Ал дәрігердің алдында ондай қатты ұзақ отырмай, себебі жаңағы медбике толтырған ақпараттың барлығын ол компьютерден көреді. Содан кейін УЗИ-ге кіресіз, УЗИ-де 2-3 минут қана отырасыз, ол жерде баланың жүрек қағысын, салмағын өлшейді. Содан кейін дәрігердің алдында негізі көп отырмайсыз, ол егер барлығы жақсы болса, тез сізді сұрақтарын қойып, жаңағындай тез жібереді. Және бұл жерде ешқандай менің жағдайымда клиникаға барған кезде ешқандай очередь күтіп, ондай стресс ештеңе болған жоқ. Барамын, бәрін толтырамын, барлығы 20-30 минуттың ішінде бітетін еді. УЗИ-ді тура Қазақстандағыдай 3 рет анықтап тұрып көреді, ал қалған кезде әр дәрігерге кірген сайын сіз УЗИ-ге түсесіз. Ол кезде тек қана тез 2-3 минутқа ғана түсіріп, баланың салмағын, жүрек қағысын ғана тексереді. Және әр УЗИ-ден сізге сурет шығарып береді. Менде сол УЗИ-дің суреттерінен альбом жасауға болады, яғни өте көп шықты. Сонымен қатар УЗИ-дің видеосын бір приложение сізге орнатып береді, сол жерден сақтап алып, өзіңіздің галереяңызға қойып қойсаңыз болады, және қалаған кезде көрсеңіз болады. Анализдері ол Қазақстаннан ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен жалпы Қазақстанда жүкті болып көрген жеңгелерінен, әпкелерінен сұрағанда тура барлығы бірдей.
30 аптаға дейін сіз әр 4 апта сайын дәрігерге барасыз, ал 30 аптадан кейін 2 апта сайын барып тұрасыз, одан кейін уже босанатынға жақындағанда 36 аптадан кейін 1 апта сайын барып тұрасыз. Тура Қазақстандағыдай, яғни мен өзімнің жеңгелерден, әпкелерден сұрағанда сондай еді. Сонымен қатар менің ең қатты есімде қалып кеткені ол глюкозаға тапсырған тест, яғни бір сироп береді, сол сиропты ішіп, одан кейін 1 сағаттан кейін анализ тапсыру керек еді. Ол сироп өте қатты тәтті, и одан кейін тәтті нәрсе көп уақытқа дейін ішкім келмей жүреді. Жалпы жүкті әйелдерде білесіздер ғой, өзі белің ауырады, аяғың ісіп кетеді, одан кейін кейбір кездерде дұрыс ұйықтай алмайсың, сонымен қатар кейбір витаминдердің жетіспеушілігі болады. Сол кезде дәрігер маған бір күрделі нәрселер айтқан жоқ, тек қана дұрыс тамақтан, жақсы ұйықта, көңілді жүр, сонымен қатар витаминдердің ішінен тек қана фолий қышқылы және темірді ғана қабылдадым. Ешқандай қосымша ештеңе берген жоқ. 12 аптаға дейін кішкене менде токсикоз қатты күрделі түрінде болды, сол кезде маған бір препараттар берген болады. Әрине, егер де денсаулығыңызда шынымен қиындықтар туып жататын болса, онда арнайы мамандарға жіберіп, тексеріліп, барлығын жағдайын жасайды. Жалпы менің жүктілігімде, Құдайға шүкір, ешқандай қиындық туған жоқ, сондықтан мен ешқандай қосымша дәрігерге барып, ондай қосымша күрделі анализдер тапсырып, ондай жағдай болған жоқ. Тек қана кәдімгі әйелдерде болатын қарапайым құбылыс ретінде, яғни барлық әйелдерде болатын жүктілік, бала босану деген сияқты, солай сияқты қарым-қатынас болды. Ондай қарапайым қарым-қатынас маған ұнады. Мүмкін басқаларға ұнамайтын шығар, мүмкін басқаларға ерекше бір қарап, сен жүктісің ғой, былай жасама, былай жаса, профилактика ретінде мына дәріні іш, мына витаминдерді іш деп барлығын өздерін загружать еткен ұнайтын шығар, бірақ менің жағдайымда кәдімгі қарапайым кім басқа яғни жүкті емес кезде қандай болды, тура сондай сияқты жалғастыра бердім. Сонымен қатар маған қатты ұнағаны ол медбикелердің және дәрігерлердің әрқашан сізге күліп тұратыны, яғни сіз көңіл күйіңіз сол кезде көтеріп кетеді, сізге күліп амандасып, қалай деп жағдайыңызды сұрап, содан кейін дәрігерге барған кезде медбике сіз үшін барлығын, сіз ештеңе жасамайсыз, тек кіресіз, одан кейін жаңағы қолыңызға бірдеңе жасау керек болса, бірнәрсе кигізу керек болса, медбике сізге жасап береді. УЗИ-ға түсірген кезде крем жағады ғой, УЗИ көретін кезде, соны сүрту үшін медбике алып, салфетканы алып сізге сүртіп береді, яғни сіз ештеңе жасамай, сол жерде кәдімгі өзіңізді ханым сияқты сезінесіз. Сонымен қатар ол жерде дәрігерлер ағылшынша сөйлей алады және кәріс тілінде сөйлей алады, бірақ медбикелер ағылшынша сөйлемейді, тек кәріс тілінде ғана. Ол жағы қиындық тудырмайды, егер кәріс тілін білетін болсаңыз. Жалпы бәріміз білетіндей, оңтүстік Корея медицинасы өте жақсы дамыған, сонымен қатар ол ақылы. Әр дәрігерге барғаныңыз сізге қандай да бір көлемде ақша тұрады. Жүктілікте де дәл сондай, әр дәрігерге барған кезде сіз ақша төлейсіз. Бірақ Корея мемлекеті шетелдік жүкті әйелдерге жәрдемақы қарастырған. Оның көлемі яғни $550, яғни ол вонмен 600 мың вон беріледі. Оны қалай алуға болады? Банкке барасыз, ол жерде сізде әрбір шетелдік азаматта визасы болса, ID карта береді. ID карта деген ол жеке куәлік. Жеке куәлік жаңағы ID картаңызды аласыз, сонымен қатар клиникадан сіз жүкті деген сертификат аласыз. Сол сертификатты алып, ID картаңызбен банкке баратын болсаңыз, ол жерде сізге бір карта береді, яғни ол банковский карта, омакада деп атайды, яғни ана карточкасы, аналар карточкасы, немесе қазақша аударғанда қалай болатынын білмеймін. Омакады береді сізге, сол карточкаңызды клиникаға барған кезде қолданасыз. Ол тек қана сол медициналық мақсатта, яғни тек қана жүктілігіңізге ғана қолдана аласыз, басқа еш жақтан шығарып алып, тіпті дәрілер де ала алмайсыз. Ол жерде тек қана барлық жүкті әйелдер ала алатын, барлық жүкті әйелдер қабылдайтын, мысалы, темір және фолий қышқылы ғана, соны ғана сатып алатын болсаңыз, қалғанын тек сол дәрігердің кеңесіне ғана төлейсіз. Ол негізі жетеді ме деп сұрайтын болсаңыз, егер 12 аптадан бастап тұратын болсаңыз, негізі жетіп қалу керек, бірақ бәрібір 3-4 приемға сіз ақша төлейсіз. Жаңағы, мысалы, сертификат алу үшін де бір приемға бару керек, ол сіздің жүкті екеніңізді көру керек қой. Сол көргеннен кейін сізге сертификат береді, сол ақылы болса, содан кейін бір аяқ жағында 2 аптаға тағы да жетпей қалады, яғни сол кезде өзіңізде қосымша ақша болғаны дұрыс. Маған сұрақтардың ішінде осындай бір қызық сұрақ келіп түсті. Кореяда дәрігерлер жүкті әйелге баласының жынысын айтпайды ма, сол рас па деген. Ол туралы қазір түсіндіріп кетемін.
Жалпы бізде Қазақстандағы сияқты, ол Кореяда да тура сондай, ата-аналар ұл баланың дүниеге келгенін қаттырақ қалайды. Сонымен қатар, егер жүкті әйел өзінің баласының жынысы қыз екенін білетін болса, аборт жасалған жағдайлар көп болған. Сондықтан гендерлік тепе-теңсіздікті жою үшін Корея 2008 жылы 31 июль күні заң қабылдайды, медициналық заң. Дәрігерлер УЗИде, яғни баланың жынысын көріп тұрса да, оны ата-анасына айтпау керек деген. Яғни ондай рұқсат жоқ. Негізі ол заңды алып тастады, бірақ сонда да дәрігерлер прям қыз немесе ұл деп анықтап айтпайды, яғни анасы сияқты сүйкімді болады екен, немесе әкесі сияқты батыр болады екен деген сияқты айтқан кезде уже ата-ана түсіне береді. Жағдайында, яғни біз шетелдік азаматтар болғандықтан, сонымен қатар ол заңның алып тасталғанына қанша уақыт өтті, сондықтан мен өзім сұрадым, ол маған анықтап айтты, ешқандай ол жерде мәселе туған жоқ, ондай заң бар еді деп маған ештеңе айтқан жоқ. Сондықтан ол заң қазір уже алып тасталғандықтан олай уайымдамай қойсаңыздар болады, сіздерге анықтап айтады бәрі. Бұл менің түсіріп жатқан видеоларымның алғашқысы болғандықтан кішкене қобалжу байқалуы мүмкін, сонымен қатар айтуға ұмытып кеткен ақпараттар болуы мүмкін. Егер сұрақтарыңыз болып жатса және мен мына нәрсені айтуға ұмытып кеттім ғой дейтін болатын болсаңыз, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сонымен қатар менімен бірге енді қызық болады деп ойлаймын. Кореядағы өмір, Қазақстаннан қандай айырмашылықтар бар, қандай ұқсастықтары бар, солар туралы ақпараттар айтып кетемін. Егер карантиннен шығып жатсақ, Корея азаматтарымен сұхбат та алуы мүмкін. Егер өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, мына ақпарат бойынша видео түсірші дейтін болсаңыздар, оны да жазып кетіңіздер, барлығын ескеремін. Сонымен қатар лайк, подписка жасап, комментарий қалдырып кетсеңіздер, маған өте приятно болатын еді деп. Сонымен қатар осы жылдан бастап қазақша YouTube жүргізуді жөн көріп отырмын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнап жатса қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.